Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Егінсу ауылы, Егінсу орта мектебі. Педагог-психолог Шаткамбаева Гүлназ Аликовна. Монолог. Анашым, ана жаным, аялалақаным, есеп кетсін дағы, мен сен балапаным. Қызым, сен бүгін көңілдісің ғой? Иә, мама, мен есегенде әнші болғым келеді. Сахнаға шығып, ән айтқан маған ұнайды. Әлі де ойың өзгерер қызым. Ол мамандықтың болашағы бар ма, жоқ па, белгісіз. Бірақ сенің келбетіне, ішкі жан дүниеңе, мұғалім болып, балаларға білім бергенің әлде қайда пайдалы сияқты. Ұстаз деген ұлы тұлға. Сондықтан уақытында көреміз қызым. Мам, неге адамдар кейде ренжиді, кейде қуанады, кейде жылайды? Мен олардың көңіл-күйін түсінгім келеді. Жаным ашып кетеді оларға. Бұл сенің жүрегіңнің сезімталдығы. Сен адамдардың жанын тыңдағың келеді. Сол себепті олардың эмоциясы сені қызықтырады қызым. Ал мен естіп аламын, кейде достарым жосып қалады. Мен бәрін татуластырғым келеді. Ешкімнің жосқанын қаламаймын. Дәл осы қасиетің саған жол ашады қызым. Сен адамдарға көмектесуді үйренесің. Бір күні сенің мамандығың психолог болуы да мүмкін. Психолог деген кім? Ол адамдардың жанын түсініп, оларға қиын сәтте қолдау көрсететін маман иесі. Ол сен сияқты сұрақ қойып, тыңдай білетін жан. Онда мен әнші емес, психолог болды армандайтын боламын. Себебі маған адамдардың күлімдегені ұнайды. Иә қызым, сенің бала жүрегіңнен басталған арман ертеңгі өміріңнің басты мақсатына айналады. Сол себепті кім болсаң да ең бастысы өзіңнің жүрек қалауыңмен таңдаған маман иесі бола ғой. Мен сені үнемі қолдаймын қызым.